Батамен елге келеді атты Батагөйлер байқауына Ақмола өңірінің 16 ауданынан ақсақалдар қатысқан. Қариялар 15-20 минутқа дейін тоқтамай батаның түр-түрін айтып жарысқа түскен. Нәтижесінде Ақкөл ауданының ақсақалы Серік Құмаш ұлыс Батагөйі атанды. Оған ақмолалықтардың атынан ат мінгізілді. Ал екінші орынды Сандықтаулық Батагөй Меңдібай Көпебаев, үшінші орынды Целиноград ауданынан келген Мекебай Какеұлы иеленді. Қазақ халқы мейрамы ақ тілекпен батас өтпейді. Бабаларымыз баталы ер армас деп бекер айтпаған. Адамның жақсы ниетіне, арман тілегеніне ерекше мән берген. Мереке алдында ұлттық дәстүріміз бата беруден үлкен сайыс өтті. Бүгін соның қорытындысын жасап отырмыз. Әдемі өнегелі дәстүрімізді көрсетіп жатырсыздар. Осы еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Жас аналардың арасында ұйымдастырылған әлде Ақбөпем сайысынан Жақсы ауданының келіні Мадиана Желкенова үздік келін атанып 50 000 теңгенің сертификатына ие болды. Ал Көкшетаулық Жанасыл Оңғарбайқызы өнегелі, Сандықтаулық Рабиға Мұқанова өнерлі келін деген атқа лайық деп танылды. Халқымыз тәрбие тал бесіктен деп бекер айтпаған. Қазақтың бар болмысы мен мінезі осы бесіктен басталады. Сіздер осы байқауға қатысып, нағыз қазақ келін бейнесін көрсеттіңіздер. Қымбатты арулар, жеңістеріңіз құтты болсын, еңбектеріңіз жанып, ұл қыздарыңыз еліміздің мақтанышы бола берсін. Өңірдің инабатты келіндеріне төрелік еткендердің бірі Қазақстанның халық әртісі Жібек Бағысова. Видео форматта бесік жырын айтқан аналардың әртістік қабілеті, дауыс тынықтығы, әуезді үні мен жыр мағынасы сарапқа түскен. Наурыздың мерейі белсенді оқушылар мен студенттерге де қуаныш сыйлады. Облыс әкімі 50-ге жуық талантты жасқа елбасы медалін табыстады. Арасында ғылым білімде үздік, қайырымдылыққа бастамашы жеткіншектер көп. Сонымен қатар өңір басшысы наурызда ақ дастарханда бас қосқан Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелеріне де ұлыс оң болсын айтып барды. Ассамблея мүшелері ұлық мерекенің береке бірліктің бастауы екенін тілге тиек етіп, өңір басшысының соңғы 2 жылда атқарған шаруасына ризашылықтарын білдірді. 1988 жылы интеллигенция өкілдері бар күшін салып наурызды мерекелеуді қайта жаңғыртты. 2009 жылы 24 сәуірдегі президенттің арнайы жарлығымен наурыз мейрамының бүгінгі мәртебесі бекітілді. Аймақ басшысы Ермек Маржықпаев майдангерлер мен тыл ардагерлерін құттықтауды да ұмыт қалдырмады. Великолепный футболист сам. Он сам в сборных играл. Вооруженные силы везде, где только Викторович не играл. Чемпион Узбекистана, Туркмении. Одан соң Ермек Боранбайұлы жергілікті қолөнер шеберлерінің көрмесін тамашалап, ұлттық өнерді ұлықтап жүрген ұсталарға алғыс білдірді. Кейін аналар үйіне соғып, сәбилерге мерекелік сыйлық үлестірді. Айсәуле Сезбек, Бауыржан Смағұлов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.